Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін осындай пирог дайындаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Бізге керек заттар: печенье, жанған қант, какао, май және су. Енді осы печеньемізді 4 бұрыштап қолмен бөліп шығамыз. Енді осылай жанғанымызды үгітіп салып шығамыз. Енді осы ыдысымызға қант және какаоны салып араластырып шығамыз. Содан соң осы массамызға 1 стакан суымызды құйып шығамыз. Енді осы массамызды орташа отқа қойып қыздырамыз. Міне дайын болған массамызды осының печеньенің ішіне құйып араластырып шығамыз. Дайын болған массамызды осындай формочкаға салып, холодильникке 1 түнге қойып қойсаңыздар болады. Барлықтарыңызға ас болсын. Маған жазылып, лайк, комментарий жазуды ұмытып кетпеңіздер.